нақты қарапайым адамның қолдануына, игілігіне келетін интернет жоқ екенін біз мойындауымыз керек. Ешқандай реттеусіз Украина қондырғыларын бәрін орнатып, сәтті пайдаланады. Мысалы, соғыс жағдайындағы мемлекет. Я өздері келістірмейді. Я нарықты бермейді. Мысалы, біздің банктерді қайта-қайта қолдайтындай, сон біздің банктер бейшара ма, өзінің капиталы жоқ па, неге олар қайта-қайта қолдап, сондай, енді бұл бюджеттің ақшасы ғой. Енді өзі қалтасынан беріп жатқан жоқ қой. Неге сонша қолдауға әуес біздің банктерді? Трассаларға, аудандарға қоямыз, сол кезде бәрі керемет болады. Қашан керемет болады? Қай уақытта? Керек дейсіз ғой. Қай уақытта? 5 жылдан кейін ба? Жүннің барлығы сай-салада, қора-қорада, далада шашылып жатыр. Далада. 2009-2020 жылдар аралығында банктарды құтқаруға 8-2 триллион бөлініп, соның 1,9 ғана қайтарды деген. Кім ала алады оны? Бүгінгі таңда 22 ең төменгі ставка, одан жоғары 30%-ға шейін тек қана алуға болады кәсіпкерлік. Мысалы, 30 жыл бұрын біздің елімізге бір дүниежүзілік банктардың бір 4-еуі келіп бізде филиалдарын ашқанда, банк саласының дамуы басқаша болар еді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сіздермен Қазақ үні YouTube жобасы. Бүгін бізде қонақта мәжіліс депутаты Асқар Садықов. Асқар мырза, қош келдіңіз. Да, ассалаумағалейкум. Енді бүгінгі сұхбатқа түрткі болып отырған негізгі жағдай өзіңіздің кейін кездері мәжіліс мінберінен жасаған бірқатар өзекті сауалдарыңыз. Соның ішінде қоғамда өзекті болып отырған интернет мәселесі. Сіз соңғы сауалдарыңыздың бірінде Starlink жүйесіне қатысты өткір мәселе көтердіңіз. Жалпы Қазақстандағы интернетке өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Олай дейтін себебім, соңғы кезде әлеуметтік желіде кең тарап кетті ғой, ауыл мұғалімдерінің ғимараттың төбесіне шығып интернет үстай алмайды. Жол бойында жүргені. Иә. Онымен қатар жаңа цифрлық даму министрі Бағдат Мусин кейбір параметрлер бойынша Қазақстан Токиодан асып кетті деген сияқты мәлімдемелер береді. Сол бойынша пікіріңіз қандай? Ол негізі бар ғой, жаңа Ақ жол партиясына көп деген елді мекендерден, түкпір-түкпірінен бір шалғай аудандардан бір хабарлар келеді, бізге хабарласады. Соның ішіндегі туындаған нәрсенің барлығы бір қарапайым жаңағы телефоннан шыққан болатын. Ол телефон Торғай облысындағы айтишник бала жаңағы барып өзінің фермасын қойып алып, сол жерде мал бағып жатыр екен. Жәнібек деген бала. Starlink жайлы. Starlink сол неден басталды, неден көтерілді деген биылғы нәрсені. Негізі Starlink'тің жаңағы болып жатқан нәрсесін 2 жыл бұрын менің әріптестерім барлығы жасай бастаған. Сонда жасап Starlink'ті енгізуіміз керек, дайын болайық, ойбай жаңағы бәрін қабылдап алуға, бәріне сол уақыт керек деп 2 жыл бұрын не істеген. Соны жариялаған. Мәселені көтерген. Сол жерде де жаңа ойбай Starlink'тің осындаймен келісімге келеміз деген сияқты 23-ші жылы біз осындай келісімге келіп бәрін реттейміз деген. Енді 23-ші жыл келді, бәрі жаңағы өзгермеген, сол тұрған жерінде дәл сондай тұр. Енді айда тағы да 1,5 жыл керек бізге жаңағыдай толыққанды енгізу үшін дейді. Жаңағы шалғай аудандағы біздің кәсіпкерлер өзінің қаражаттарының барлығын жұмсап, қымбат болса да Starlink'ті алып өзіне қойып, өзінің игілігіне пайдаланып отыр да. Біз тек шектеу жасап, айтпақшы, сондай да ақпарат тарады ғой, мысалы, айыппұл саламыз деген. Айыппұл саламыз, шектеуін істейміз. Сонда неге ол мемлекет оны шектеуге шектегісі келеді? Неге айыппұл салады? Ол бір қауіпті дүние ма Starlink'ті? Ол әртүрлі жаңағы нәрсені айтып еді ғой. Мына ұлттық жаңағы біздің неміз қауіпсіздігіміз деп. Бірақ жер дүнияның қолданып отырған интернеті, Антарктидаға шейін олардың спутниктерінің күші жетеді. Сол нәрсені, шайнап берген нәрсені біздің енді мүнсіреп келіп алып, соны жұтып қоюға күштері келе алмай отыр ғой. Енді әртүрлі сылтау айта берсек, сонда не болады? Цифровизация қазір нақты да керек.
Цифровизациясыз ештеме болмайды. GPS-тер қалай жұмыс істейді? Малды мойнына салған GPS-тер, айғырларға бір үлкен биелерге салған GPS-тер, жердің картасын бәрін цифровизация салып, бүкіл нелердің координаттарын цифрға салып қойдық. Ауылдық жерде тұрып, қалай біз енді келген адамға несіне, шаруасына көрсете алмаймыз. Сиыр сойып атқанда ана неге кірген кезде бүкіл GPS-терінің барлығы аяғынан бастап мойнына шейін ананың қаншама сүт беретіні, әрбір басының қанша бергенін, қанша шөп берген кезде қаншама ненің сүттің өнімі көтерілгенін бәрі цифровизациямен жасайды ғой. Және де бір кетіп баратқанда ыңғайсыз жағдайға туып қалса, жедел жәрдемді тез шақыруға, авариялық службаларды тез шақыруға ол деген керек қой. Керек қой. Бүкіл салада да бізде бүкіл салада да интернетсіз болмайды ғой. Алшақ ауылда бір ғана сестрасы бар. Сол сестрасы барып, сол жерден қарап, телемедицина арқылы бүкіл нәрсе жағдайын, диагнозын айтып, тіке диагнозын алып қалып, давлениемен ауырып отқан әжеме, атама, басқа да адам, бір Қазақстан халқының, оның бір жанын алып қалсақ, ол бұған бір септігін тисе, соның өзі бізге пайда емес пе? Неге біз соншама адамның өлімін бір жаңа біздің министрлердің несінен жоғары көреміз? Бізге қаншама не керек? Ал сіз жаңа сауалыңызда айтып өтесіз, осы мәселені жаңа ақжолдық депутаттар 2 жыл бұрын көтерді деп. 2 жыл көтеріп, жаңағындай қолдан кедергілер жасалып жатыр. Сол жаңа шектеулердің бәрін алып тастап, Starlinkті Қазақстан нарығына енгізіп. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін, әртүрлі. Бізде интернет тарататын жаңағы Қазақтелеком, жаңағы Билайн, Теле2 деген компаниялар бар ғой. Олар жаңағы өздері келістірмейді. Нарықты бермейді. Монополистер дейсіз ғой? Монополистер. Соның сойылын соғып отыр ма? Министрлер. Неге сойылын соқпай? Олар деген уже тұрақты компаниялар, бүкіл интернеттің пайдасын уже Қазақстанда өтеп алған компаниялар, барлығын артығымен шығарып алған компаниялар. Сосын лобби болады, ондайды да мен. Starlink нарыққа келсе, дүние жүзінде ыңғайлы, қолайлы, еліміздің пайдалануына тез іске асып кететін нәрсе болса, соны бір жағы халқың үшін бір еңсеңді түсіріп, барып, ана үлкен алпауыт компаниямен келісіп кетсең, дымы да болмайды ғой. Енді мен бірінші пилоттық жоба негізінде Алматы облысында қосылған екен. Бір 10 шақты мектепке ма, сондай ғана қазір Starlink. Бірақ министрдің соңғы берген сұхбаттарына қарағанда, бір заңнамалық бір реттеу қажет деп соған 1,5 жыл уақыт сұрап отқан сияқты. Ал енді жаңа парадокс дейді ғой. Осы Starlink қазір соғыс жағдайында жатқан, мысалы, Украинаға да Илон Маск берді ғой Starlink қондырғыларын. Ешқандай реттеусіз Украина қондырғыларын бәрін орнатып, сәтті пайдаланып жатыр. Мысалы, соғыс жағдайындағы мемлекет. Біз енді бейбіт жатқан мемлекет, шалғайдағы ауылдарды, мысалы, енді сіз 2 жыл бұрын айттық дейсіз, сонда міне қанша жыл бойы әлі интернетпен, сапалы интернетпен қамти алмай келеміз сонда. Негізі жаңағы министрлік мойындау керек қой, өзінің сол сұрақтаған жасайған. Ауруын жасырған өледі дейді. Біз елімізде нақты қарапайым адамның қолдануына, игілігіне келетін интернет жоқ екенін біз мойындауымыз керек. Ойбай, өткенде бүйтетін едік, бүйткенде бүйтіп жатыр едік деген сияқты. Қазір мына негеде әртүрлі жауаптар келеді, түсініксіз жауаптар келеді. Оны біз білеміз. Ойбай, біз ана 5G-ді өткізейін деп жатырмыз, облыстық деңгейде 5G-ді өткізінде бізге де керемет болады. Сол оборудованиені трассаларға, аудандарға қоямыз, сол кезде бәрі керемет болады. Қашан керемет болады? Қай уақытта? 5 жылдан кейін ба? 2 айдан кейін ба? Қазір керек қой халықтың игілігі. Дұрыс айтасыз. Енді өзіңіздің тағы бір көтерген депутаттық сауалдарыңыздың бірі мына банк секторына қатысты. Мына жасыратыны жоқ, Қазақстанда ең бір табысты сектордың бірі мұнайдан кейін осы банк саласы шығар. Мұнайдан артық болмаса кем таппайды. Осы
дүниежүзілік банк сарапшыларының мәліметін келтіресіз жаңа сауалыңызда 2009-2020 жылдар аралығында банктарды құтқаруға 8,2 триллион бөлініп, соның 1,9-ын ғана қайтарды деген. Жалпы біз үкімет мүшелерінің аузынан да жаңа банктерді құтқаруға, банктерді қолдауға осынша қаржы бөлінді дегенді бұқаралық ақпарат құралдарын жиі естиміз. Мәселен, мен мына интернетте ақтарып отырып қарасам, кейінгі жылдардың өзінде де, мысалы, Әлихан Смайылов премьер болып отырған жылдарда жаңағындай банктердің проблемалы жаңа облигацияны сатып алуға 2017 жылы 701 миллиард теңге бөліп, сондай біз қолдау шараларын, 5 банкке қолдау шараларын көрсеттік деп өзінің бір сұхбатында айтты. Мысалы, біздің банктерді қайта-қайта қолдайтындай, біздің банктер бейшара ма, өзінің капиталы жоқ па, неге оларды қайта-қайта қолдап, сондай, енді бұл бюджеттің ақшасы ғой. Енді өзі қалтасынан беріп жатқан жоқ қой. Неге сонша қолдауға әуес біздің банктерді? Банкский жаңағы система деп айтамыз ғой, ол банкский система елімізде маңызды да бір күре тамыр сияқты артерия система. Ол банкский система дұрыс, халық сенетін жағдайдағыдай моментте, бүкіл дүниежүзілік рейтингте сондай болғаны дұрыс. Дұрыс. Бірақ өзіңіз білесіздер ғой, біздің елде қайбір банктың жаңағы бір есі жоқ адам білмейтін шығар, қалғанын бәрі біледі, қайбір банктың қандай хозяйны бар екені. Көне Қазақстаннан, қазір көне Қазақстаннан жаңа Қазақстанға көшіп кетіп жатқан адамдар бәрі бар. Сондықтан да жаңа үкімет айтады, ойбай ақша жоқ, ойбай бір социалдық программалар жасауымыз керек еді, сол үшін енді қолымыз қысқа болып отыр, неге десең жаңағы бір әртүрлі кризис болып, мына соғыс болып, көршілеріміздің араласып жатқан жері бізге сондай бір кедергі жасап жатыр, сондай не деп. Ал негізі біз жаңағы бір ғана көмектің ақшасының өзін сол дәлел ретінде көрсетіп жатқанымыз. Міне бар, ассоциация, қаржыгерлер ассоциация осындай информация береді. Соның өзінде соншама ақшаны қайтармапсыздар. Соны сол саладан алыңдар, қайтарыңдар, үкімет елдің несіне жұмсаңдар деген бір не істеген нәрсе ғой. Негізі жаңағы кәсіпкерліктің бәрін дамыту дейміз. Дамытайық кәсіпкерлікті, ешқандай не жоқ. Бірақ бүгінгі таңда әртүрлі шектеулерді қоя бермейікші. Шектеулерді қоя берсек, ол деген бір шексіз нәрсе болып кетеді. Кәсіпкерлік дамыту болғанда субсидия беру мәселесі. Соның ішінде қаржының бұл ақшасы да бәрі тұр ғой. Мысалы, кәсіпкерліктерге банктерден несие алуға мүмкіншіліктер болса, өзінің оборотына несие алуға мүмкіншіліктер болса, оның деген әптегенде дамып кетеді ғой. А мынадан 24-30%-дан кім ала алады оны? Бүгінгі таңда 22 ең төменгі ставка, одан жоғары 30%-ға шейін тек қана алуға болады кәсіпкерлікті. Ал ондай пайыздармен қалай жабылады ананың барлығын? Ол шектеу емес па? Шектеу. Ал соның пайыздары Нацбанктың жаңағы аппетитін басқа да екінші деңгейдегі банктердің алатын соның бір аппетиттерін төмен қарай түсіріп, барлығын реттеп әкеліп, бір 10-12%-ның жан-жағында әкеліп қойса, кәсіпкерлік мықты дамиды. Біз кәсіпкерлік партиямыз, сынамыз, біз кәсіпкерлердің үнін біз жақсы білеміз. Мұң-мұқтажын жақсы білеміз. Мұң-мұқтажын. Неге десең, бәрімен қарым-қатынастамыз. Біздің партияның бүкіл елді мекенде өзінің депутаттары, өкілдері бар. Олар деген жүрегімен келген адамдар, сондықтан да олар кәсіпкер адамдар. Сол кәсіпкер адамдар болғаннан кейін бізге қарым-қатынас жақын. Кәсіпкерліктің тынысы бізге жақын. Сондықтан да жаңағы пайыздан үкіметтен сұрап, ана ақшаларын қайтарып, мына базовый ставка ұлттық банктің түсіріп, мына қол жетімді несие беріңдер, босқа беріңдер деп жатқан жоқпыз. Несие беріңдер деп жатырмыз. Несие берсе, барлығы да кәсіпкерлік көтеріліп жұмыс істеуге дайын. Кәсіпкер деген өте батыр адам. Ол ештемеден қорқпайды. Бүгінгі таңда жаңағы түрткілеп алып келді ғой кәсіпкерлікте. Тірі қалған кәсіпкер сол кезден біздің егемендік алымыз. Ол ештемеден қорқпайды. Ол батыл адам. Ал кәсіпкерлік қолдау дейсіз. Жалпы осы біз енді ақпарат құралдарынан жиі оқып жатамыз ғой, кәсіпкерлік қолдау, субсидия бөлу.
бұл механизмі қандай? Мысалы ол үкімет айтады, мен мысалы кәсіпкерлік қолдау бағдарламасын жасадық, әзірледік дейді. Сосын ол ұлттық банктен ақшаны екінші деңгейлі банктерге береді, екінші деңгейлі банктер кәсіпкерге өзінің маржасын қосады да береді. Сонда бұл жерде отатын екінші деңгейлі банктер ғой, кәсіпкерде емес, басқа да емес. Ешқандай емес. Бұл осы жерде тек отатын ең маңызды, ешқандай жаңағы рискке бармай отатын пайыздарын алып қана байып отырады. Неге десең, ол ұлттық банктың ставкасын жоғары көтерген болғаннан кейін, ұлттық банктың жаңағы құнды қағаздарының барлығын банк сатып алады да, ешқандай ешкімге, кәсіпкерге ақша берместен отырып алып, ұлттық банктың жаңағы акцияларынан 16-17% жылына мөлшерінде табыс алады. Оның құны жоғары, ешқандай жаңағы рискісі жоқ. Соғысын ол кәсіпкерге оны беріп, басын қатырып, не істейді? Ұлттық банк ставкасын көтеріп жіберді, соның несін акциясын алып, отырды, ақшасын тауып жатыр. Тек ана өзінің штатын қысқартқаннан басқа ешқандай жаңағы әуестігім жоқ. Соның ішінде әртүрлі біздің есептеріміз бойынша банктың өкілдері НДС төлемейді ол. НДС төлемейді, кәсіпкерлер сияқты, иә? Банк секторы одан босатылған. Босатылған. Неге? Ең пайда табатын, жаңағы пандемия болса да, басқа да елде болып жатқан нәрселер, ең пайда табатын банк, бір орташа кәсіпкер сияқты НДС төлемейді. КПН-нің өзі жаңағы қарапайым не сияқты? Қарапайым орташа компаниялар сияқты төлейді. Неге? Ең пайданы бүкіл транзакциядан, мына жерде бір конфет сатылса да, бір су сатылса да, соның транзакциясынан ақшасын, пайдасын банк көреді. Бірақ көппен бірдей жаңағы салық төлегісі келмейді. Сол салада да соншама ақша бар деп көрсеттік. Сол салада да соншама ақша бар деп. Енді естейтін құлақ болса, айтуымыздың кемі жоқ. Мына Ақ жол партиясының тарапынан хайп жасау үшін тема көтерілмейді депутаттық сауалда. Хайп бізге керек емес. Бізге нақтылы кәсіпкердің, ұлттық мүдденің, қазақ тілінің маңызды құндылықтарын білеміз, соны алға алып жүреміз, соны жетелейміз, дамытамыз, аяғына шейін жеткіземіз. Сол. Ал мынау банк демекші президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің кейінгі бір мәлімдемелерінде айтты ғой, мына Қазақстан нарығына бір шетелдің бір 2-3 банкін енуіне жаңа жол ашу керек деп. Сонда бізде бұған дейін жаңа шетелдің банктеріне тек қана отандық банктер ғана Қазақстан нарығында жұмыс істеді ме? Мен енді айтып отқан, неге мысалы біз шетелдің енді үлкен ірі банктер бар ғой, солардың жаңа Қазақстан нарығына келуіне сонда бұрын жағдай жасалмады ма? Әлде ол бір отандық банктердің лобби болды ма? Енді ғана келіп айтып жатқан. Бәрі бар ғой. Мысалы 30 жыл бұрын біздің елімізге бір дүниежүзілік банктардың бір 4-еуі келіп бізде филиалдарын ашқанда, банк саласының дамуы басқаша болар еді. Конкуренция болар еді. Конкуренция болады. Сосын высококлассный банктар, олардың пайыздың барлығы қызмет сапасы да басқаша болады. Біз енді жасыратын жоқ. Мысалы, Каспийдің приложениясынан басқа банктердің приложениясы енді ол да енді бұйырған нәрсе ғой бізге. Шүкіршілік нәрсе ғой. Сондықтан да Каспий болсын, Народный болсын, тек адамға ыңғайлы болсыншы. Адамға ыңғайлы болса, өзінің көңілінен шығатын болса, барлығын, мен Каспийге жаңағы ешқандай қарсылығым жоқ. Неге? Красавчик. Ал мынау тағы да бір сауалыңызды айтасыз ма? Ұлттық банктың базалық мөлшерлемесі. Ол базалық мөлшерлеме деген, мысалы, нақты ол не, ол қалай мысалы экономика әсер етеді, мысалы біздің тыңдармандарға, көрермендерге түсіндіре кетсек, біз жылда естиміз, мысалы ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтеріп жіберді, мынанша пайызға арттырып жіберді. Бұны енді мысалы банктың өзі былай түсіндіреді, бұл инфляцияны ұстап отыр деп түсіндіреді.
Ал бірақ кейбір мамандар айтады, бұл базалық мөлшері көтерілгеннен бұл жаңа несиелер қымбаттап, отандық жаңа кәсіпкерлерге өте ауыр тиеді да, нарықты олар тауармен қамтамасыз ете алмайды. Бұл керісінше инфляция одан сайын артып. Қарапайым сөз айтайыншы. Бүгінгі түнде біздің тұрғылықта пайдаланатын бір заттар бар. Сол пайдаланатын заттарды сатып алуымыз керек, сосын өзімізге тамақ түрінде, киім түрінде, басқа да түрінде қолдануымыз керек. Соны шығару үшін, сол тамақты шығару үшін қаражат керек. Қаражаттың кәсіпкерге түсетін құны неғұрлым төмен болса, көбірек ана тауарды шығарылатын, пайда түсіретін көзі болады, мүмкіншілік болады. Пайда түсу көзі болғаннан кейін, ол жаңағы барлығы да сол іспен араласқысы келеді. Конкуренция болады. Конкуренция болған жерде баға төмен болады, баға төмен болған жерде инфляция төмен болады. Сонда Нацбанк не істеп отыр? Көтеріп отыр, ставкасын, ана түсетін кәсіпкердің, тауар шығаратын кәсіпкердің несі кішкентай болып отыр, жоғары болып отыр, пайдасы төмен, сосын ол қызықтырмайды. Қызықтырмағаннан кейін көп компания жаңа конкуренцияда болмайды. Конкуренцияда болмағаннан кейін бағаның шарықтап кетеді. Баға шарықтап кеткеннен кейін инфляция болады. Сонда жаңағы не жерде айтып отырмыз ғой, шөп қорған ит, я өзің жемейсің, я біреуге пайдалануға бермейсің. Ол әртүрлі пікірлер болу керек қой. Біз деген кішкентай ғана елміз. Мысалы, қатып қалған ештемен жоқ қой. Бүгін осыны енгіздің, бір жылдан кейін көрдің, сол жұмыс істемейді. Қайттан атмен жасапса. Бірақ көру керек қой. Ықпалын септігін тек қана бір линияда кетіп қалуға болмайды ғой. Елдің дамуын біз жан-жақты қылып дамытуымыз керек қой. Ал енді сіздер ұсынасыздар, жаңа 10-12% негізінде базалық мөлшерімен ұстау. Негізі одан да төмен керек. Одан да төмен керек. Біз Ақ Жол партиясы реальный партиямыз да, жаңағы. Түйе сұрап жатырмыз. Бізге жаңағы түйе сұрасақ бие береді. Реально бүгінгі неде 10-12%-ның жан-жағында ұстап қалсақ, оның өзі де үлкен біздер үшін жеңіс та, жеңіс. Оны армандамаймыз біз там 7% қыламыз, 5% қыламыз деп армандамаймыз. 10 мен 12-ның коридорында ұстап қалсақ, кәсіпкерлерге жеңілдеу болар еді, дамуына жеңілдейтін біз соны түсінеміз. Бәрі де барады. Енді бұлай депутат сауалдарыңызды қарап отырсақ, Starlink бойынша болсын, бизнесті қолдау бойынша болсын, негізінен бұлайша қарасақ, мәжілістегі депутаттардың көбі үкіметті сынайды. Сонда үкіметтің жұмысына бір көңіл толатын жері бар ма? Жоқ, бұлай ғой. Толатында жағдайы бар, толмайтында жағдайы бар. Негізі жаңағы кәсіпкерлердің партиясы ретінде бүгінгі істеп жатқан істердің барлығы сын көтермейді. Сын көтермейді. Нақты қазір шаралар, бүгінгі үкімет тек қана шектеумен айналысады. Шектеумен. Ойбай жүн деген еліміздің несіне жетпей жатыр деп өнеркәсібіне қойды да шектеу қойып тастады. Жүннің барлығы сай-салада, қора-қорада, далада шашылып жатыр. Далада. Дүние жүзінде жүннен пайда тауып отқан елді мемлекеттер барлығы көп. Неге оны өзі пайдаға асыра алмаса, мысалы шетелге сатуға әрекеттер жасамайды? Енді қаншама айтылып жатыр, қаншама не істеп жатыр. Неге? Сол жаңағы әуелі шектеу жасау үшін біздерде бір жерде болса да, мысалы, бір не жасап тастауымыз керек қой, мекеме, соған централизованно бүкіл елдің жүнін тапсырып, жуатын болса, жуып, түтетін болса, түтіп, соны арман қарай шығаруға. Бірақ бүгінгі таңда біздің елде жүн алып атқан кәсіп жоқ. Сондықтан да жүннің бағасы жоқ. Сосын жүннің бағасы шетелге шықпағаннан кейін, оның барлығы сай-салада, қора-қорада, жердің астында көміліп жатыр. Рахмет аға, бүгінгі жаңағындай келіп сұхбат беріп,
бірқатар өзекті сауалдарға жауап бергеніңізге. Алдағы уақытта да осы елдің көкейкесті мәселелері бойынша өзіңізбен жолығып, осындай бір талқылаулар жүргіземіз деген сенімдеміз. Көп рахмет сізге. Ашықпыз ғой, ол бәрі дайын. Көкейтесті іштегі сұрақтардың барлығы көп. Сұрақтардың барлығы көп. Бірге талқыласақ, қарапайым тілмен, қарапайым біздің көрерменмен, ары қарай көрермен өзі талдап алады ғой керек.